қай жақтан келсем де, мысалға ол ауладағы ереже болсын, жаңағы хип-хоптан болсын, кино, қай жақтан келсем де алдымнан жаңағы марқұм Сәкен ағамыз шыға береді да. Мен негізі бұл туралы, бұл Сәкен ағамыздан бастамаймын деп ойлағам негізінде. Менде басқа бір сұрақтар болған, бірақ айналып келген кезде сол кісі былай шыға береді да алдымнан. Сосын онда осы сәті осылай шығар. Онда сол Сәкен ағамыздан бастаған дұрыс шығар деп сұрақты ең бірінші осы әңгімемізді Сәкен ағамыздан бастаған келіп тұр. Сәкен Битаев. Сіздердің енді араларыңыздағы, сіздер 2006 жылы алғаш танысқан кездеріңіз 2006 жылы ма, әлде одан бұрын? Осы сіздің Сәкен ағаңызбен кездесуіңіз қалай болды, соны бір тарқатып айтып бересіз ба? Өте қуаныштымын, саған да рахмет шақырғаныңа елеп. Негізі алдыңғы әңгімемізде мен саған айттым ғой, келе алмаймын, келгім келмейді, маған қызықсыз десе айттым ғой, не үшін? Өйткені қазіргі көп интервьюларда тақырып аса тереңнен ашыла бермейді. Сол бір сұрақ, бір жауап, қызықсыз да. Ол мен айтылған жауаптардың бәрі айтылды, қайтадан өзгертіп айтпайсың ол жауапты. Қызық болу үшін. Сол үшін көп интервьюға бармайым деп өзім бел буып келе жатқанда, сен енді соңғы интервью шығар саған беретін. Рахмет. Сол қазір қызықты болады деген үміттемін. Енді тақырыптың басы өте ауқымды, өте маңызды. Сұрағың орынды деп ойлаймын. Өйткені шыны керек біздің бастауымызға себепкер болған Сәкен. Негізі мен бірінші қалай айтсам болады, профессионально жазған әнім Періштелер болды ғой. Ең бірінші жақсы студияда, жақсы звукорежиссермен жазған әнім, жақсы минуспен, прям авторлық минуспен жазған әнім сол Сәкенмен болды. Бірақ Сәкенмен сол тректің алдында біз 2006-да кездестік. Алғаш кездесуіміз, алғаш танысуымыз. Мүмкін қазір қателесу мүмкін арада бір тағы да бір кездесу болуы мүмкін, бірақ есімде қалғаны Арлан тобының, Ерлан мен Асанның әні. Ол кезде екеуінің әні Биле-биле. Және марқұм Жандос Хазарттың фьючерінгмен жазылған ән. Кездесуіміз сол клипте болды. Клип түсіріліп жатты мына Қуыршақ театрында. Пушкина, Гоголяда. Сол Қуыршақ театрында алғаш клип түсірілді. Сол жерде біраз жігіттермен таныстық, битмейкерлер, бишілер, сол Сәкеннің районындағы жігіттер Сәкенмен таныс. Енді қатты араласып кеткен жоқ сол кезде, өйткені біз клипқа просто көрермен ретінде сыртына неде отырдық, сахнаның сыртында қарап, қызығып. Сол кезде енді өзімнің негізі маған Асан қатты әсер еткен өнерге келуіме. Өйткені мен негізі оқып жүріп, мен жұмыс істеп жүрдім да. 2001 жыл ма екен, 2002 жылдары ма неде істеймін? Рамсторда. Рамстор ол кезде Жолдасбекова, Назарбаевада, бұрынғы Фурмановада. Енді ең алғаш ашылған нелер ғой, супермаркеттардың бірі ғой. Сол жерде мен охранник болып жұмыс істеп жүрдім. Үйге қайтар кезде Ағасанның ән жинағын тыңдап үйге қайтатын. Сол кезде қатты әсер бергенде ең алғаш әндер. Өйткені енді өзімнің бауырым бірге сыныптас болып жүрген, ол ән айтып жүрген, ән айтты деген кезде бір сенімдік пайда болған шығар, сенім пайда болды да іште. Ән айтуға болады екен ғой деп. Міне Асан жетті менің қасымда жүрген бауырым, мен де жете алатын шығармын деген. Мен оны бірақ өзім түсінбеген шығармын ақылмен, бірақ подсознанияда бір какой-то бір белгі болды. Ішіме жылу берді да. Сөйтіп жаңа өнерге деген бір бетім бұрылды. Сөйтіп жүргенде Асанның арқасында Асан театрға түсті, одан кейін Сәкенмен танысты. Асанның арқасында Сәкенмен танысқан нем бар, жайым бар. Сөйтіп алғашқы танысуымызға себепкер болған Асанға көп рахмет. Сол клипте есімде қалған ең алғаш танысуымыз, кездесуіміз. Негізі Сәкен барлық рэптегі қадам басуымызға, рэптегі бір форма пайда қылуына Сәкеннің өзі ықпалы өте зор. Өйткені Сәкен бізге французский рэптің не екенін үйретті. Сәкен бізге рэптің основасын үйретті, идеологиясын үйретті. Сіздердің көптеген 50-ге жуық туынды дейді жаңа трек. Сол Сәкеннің балконында, Сәкеннің бөлмесінде, Сәкеннің үйінде ма ол жазылғаны?
ең алғаш біз ол кезде MG Production деген не болған, студия болатын, кинопродакшн ғой ол жақта. Сол жерде Сәкен, Ерлан және Асан үшеуі неде подвалында звукорежиссер болып жұмыс істеді. Олар киноның звугын жасайтын. Dolby, там интершум, саунд дизайн жасайтын. Сол жерде әрі студия, әрі сол Арланның әндерін жазып жүрді, и арасында біз барып отырдық. Сөйтіп сол алғаш тректерім сол жақта жазылып жүрді. Бүкіл қазақ даласындағы альбом, и одан кейін бір 10 шақты трек Сәкеннің альбомының несінде жазылды ғой, студиясында. Енді періштелер сол студияда жазылды, MG-да. Періштелер, Сәлем хат, Бес бармақ жұмылар, қазір енді Тас жарған гүлдей, ауладағы ереже уже балконда жазылды. И түнде сосын балконда жазылды. Енді атақты тректердің көбісі сол жақ Сәлем хат, басындағы тректер сол. Ауладағы ереже ғой ең соңғы трек, сол MG студиясында жазылды, қалған бәрі балконда жазылды. Сіздің кейде футболкаларыңызда, сосын бұрынғы ескі жаңағы бейнеклиптерде Салам алейк саунд деп, Салам алейк деген жазулар бар да. Салам алейк саунд деген Сәкенмен бірге құрған не ма, лейбл ма, не ол? Негізі Сәкен осы студияға дейін мектеп оқып жүрген кездерінде бұл Сәкен негізі французский рэптің фанаты. Қастарында біраз жігіттер бар, сол районда, Алатау деген район, яғни Хаджумукана, Ленина ғой, примерно сол районда, Самал, Алатау деген район. Сол жерде Мақсат, Анвар, Сәкен бар, бұлар Алмазян бар. 4 жігіт, негізі французский киноның, французский рэптің фанаттары. Бұлар өздерінің арасында бір топ құрады. Енді өздері лейбл деп атамаса да бір кішігірім топ болды да, сол топтың ішінде олар кинода жасады, киноның озвучка жасады, Ләхайн деген кино бар ғой, ненависть. Сол фильмді қатты фанат етіп, кейін сол французский рэп, оларда постоянно диск, кассета, барлық елде жоқ французский рэп соларда болатын. Сөйтіп жүріп, бұлар сол топтың атын Салам алейк деп, яғни даже шрифттары да сол Францияның несінен алынған идеясы. Стильді? Стилі. Сөйтіп содан құрған, кейінен жаңа ең бір енді официально студия ашылған кезде Арлан Салам алейк лейблдің бірінші мүшелері болды, яғни әншілері. Кейінен біз келдік, сөйтіп адамдар бір ортақ бір жамағат болдық қой. Сәкен ағамызды Шымкент рэпінің де жаңа туын тіккен деп айтады да, Шымсайт деп. Соған қатысты не білесіз? Неге ол Шымкентпен байланыстырады? Шымкент рэпінің туын тікті деп енді қатты айтылған болса керек. Негізі ол шымкенттіктер басқаша жауап айтуы мүмкін, не біз Шымкент өз алдымызға бөлек. Ықпалын тигізген Сәкен, яғни Шымкенттегі рэперлардың сөнбей қалуына ықпалын тигізген. Өйткені мысалы біз рэп оқымай жүрген кезде рэпті біз Black Coast тыңдайтынбыз. Black Coast алғаш қазақша рэперлардың бірі ғой. Black Coast'та жаңа қазір тыңдайтынбыз, оның алдында Алтын Орда деген бар. Шымкенттегі мықты рэперлардың бірі. И Black Coast ән жазып жүріп, бірақ андай елге шықпай жүрді. Негізі рэп бізде өте қатты дами берген жоқ қой. Оны қолдайтындар да аз болды, андеграундта болды да. Не мемлекет болсын, сахнаға шығу қиын болатын. Тек қана Sneakers Urbania, яғни арнайы бір фестивальдерде ғана шықпаса, былай сол жерде шығады, болды өшіп қалатын. Сәкен сол алғашқы біраз Шымкенттің рэперларына клип түсіріп берді. Яғни студиясына келген кезде олардың бетін қайтармай өлеңдерін жазып беріп отырды, биттарын жасап беріп отырды, және клиптерін түсіріп берді. Енді Black Coast алғашқы бәрімізге сол Black Coast, братья казахи, Джихад, Арлан бәрімізге мысалы Тас жарған гүлдей. Яғни ол 2007-де түсірілді ғой. 2007-де или 2008-де екен, 2007-де ма. Сол ең алғаш профессиональный камераға, кинокамераға түсірілген клип. Яғни рэп клип. Ол кезде ондай ол камераға тек қана кино түсіріліп жатты да. Енді алғаш Қазақстанға келген кез ол. Сонда мүмкіндік жасаған Сәкеннің арқасы ғой. Сөйтіп енді рэптің, яғни іргетасы қалуына Сәкен көп ықпалын тигізді десе болады. Яғни клип шыға бастады, ол клип халыққа тарай бастады, халық көрген сайын, яғни рэпке деген қызығушылық арта бастады. И ол кең ауқымды әсер ете алды да. Кейіннен қазір рэперлардың қазір рэпер болып жүруіне Сәкен негіздесе болады.
яғни соларды көріп әсер қалып. Сіз кейбір сөздеріңізде рэп ол протест деген сөзді жиі айтасыз. Бұл Сәкеннің сөзі ме, әлде бұл өзіңіздің жаңағы бір ұстанымдарыңыз ба? Рэп ол не сіз үшін? Жоқ, ол Сәкеннің сөзі емес. Бұл культура ғой негізі, субкультура. Рэп вообще бір кішігірім субкультура. Кез келген культура, кез келген мәдениет, кез келген дәстүрдің шығуына бір негіз болады да. Яғни бұның негізі, рэптің негізі сол протесттің арқасында шыққан. Яғни солай болып қалу керек деп ойлаймын. Енді қазір рэп протест деп айтсаң, жастар күлуі мүмкін де. Қазір рэп адамдарға ақша алып келудің жолы, танымалдылыққа алып келетін жол деп таниды. Біз енді рэп протест деп айтсақ, біз оларға көне болып көрінеміз, ескі болып көрінеміз. Үйтіп қазір ешкім қолданбайды. Неге қатып қалғансыңдар бір жерде деп. Иә. Ал негіз сол жақтан да ол қаралар өздерінің наразылықтарын білдіру үшін, яғни рэп оқып, жаңа музыкамен әсемдеп өзінің наразылықтарын білдірген. Билікке, өмірдің қиындығына, не болмаса тағы басқа. Енді қазақилыққа келетін болсақ, біздің рэп ол терме ғой. Бұрынғы ата-бабаларымыз терме деген ол адамның мұңы, зары, сол сияқты жаңа протест десе болады, биге, билікке, жаңа ханға өзінің наразылығын білдіру. Ол баяғыдан келе жатыр да. Рэп бізде де баяғыдан бар десе болады. Сол үшін біз жаңалық ашқан жоқ, біз оны ұстайтын адам бар, ұстамайтын адам бар. Ал қазіргі жаңа мектептің үрдісі ол протест мүлде мойындамайды десе болады. Мойындайды ғой енді, бірақ анда аккуратно бәрін бірге алып жетіндер бар, мысалы жаңа әрі коммерческий, әрі жаңа хит жасайды, әрі ақша алып келеді. Көңіл көтерудің құралы деген сияқты. Көңіл көтеретін құралдары бар енді. Енді солардың бірі мысалы Ирина Кайратовна. Қарап отырсаңыздар, енді Куканың еңбегі шығар деп ойлаймын. Клиптарында протест қатты көрінеді ғой. Яғни протест болмаса да шындықты айту, шындыққа деген жақындылығы бар. Элементтер көп, иә. Элементтер көп. Ол үлкен жетістік. Әрі коммерческий болып, әрі танымал болып, әрі ақша тауып, әрі протест айтып жүру, төртеуінде бірге алып жүру, ол еңбектің жаңа бұл да бір баққа Алла тағала оларға берген. И бұл жігіттердің өзінің жаңа бағыты, ниеті оң болып жол ашылып кетті де. Өте керемет, олар жақсы жетістікке жетті десе болады. Мысалы, біз жете алмаған жетістік. Біз кезінде рэп жаздық, протест деп айттық, өзіміздің ұстанған формамыз ұнады, біздің фанаттарымыз болды, бірақ біз табыс көзіне жете алмадық, танымал бола алмадық. Біз сахнаға шығу үшін өте қиын болатын, бізді сахнаға шақырмайтын да, шыққанның өзінде де кішкене кемсітулер болатын. Біз сондай периодты өттік та. Енді кейінгі жастар, ол мысалы стрим пайда болды, сол стримнің арқасында ақша таба бастады, басқа қалаларда выступать ете бастады, өйткені рэп популярный. Біз соған бір кішігірім бір ықпалымызды тигізген шығармыз деп ойлаймын, солардың пайда болуына. Соның өзі енді шүкір дегізеді. Ал қазіргі таңда енді осы күнге дейін ақша табыс емес бізге, рэп бізге ақша алып келген емес. Енді алып келеді енді, қазір ғой аздап, бірақ ол біздің жаратқанымызбен, біздің жаратқан уақытымыз, біздің жаратқан ақшамызбен тең келмейді. Сол үшін рэп бізге пайда келді деп айта алмаймын. Рэп бізге тек қана өзіміздің ішкі жан айқайымызды шығаруға мүмкіндік берді деп айта аламын. Қаңтар көтерілісінен кейін, иә, жалпы біздің қоғамда бір билікке қарсы, әсіресе шығармашылық ортада билікке қарсы, болмаса билік өкілдеріне қарсы бір қарсылық контенттері шыға бастады. Сіздің жаңағы туындыңыз бар, #55 деген. Сол туынды, сол трек бұл билікке қарсылық контентіне жата ма? Бұны ашып айта аламын. Бұл тек қана билікке емес. Енді ол тректі естіген, сараптаған, сөзінің мәніне қарап зерттеген адамға ол түсінікті болады. Бүкіл адамзатқа, яғни қазақ халқына, әрбір адамға, өйткені мен ол көтерілісте болдым ғой. Митингте өзім куәгер болдым, көрдім, өзіміздің бауырларды көрдім, ағайындарды көрдім. Анализ жасадыңыз? Анализ жасадым. Мен негізі өзім 4 күні кейбір әріптестерім шығайық, қашан отырамыз деген кезде мен басып отырған болатын. Жігіттер керек, қажет емес. Мен өзімнің тәжірибемде, әлемдік тәжірибеде негізі мынандай, бұл да протест қой, конечно, бірақ андай бір негізге негізделмеген, бір идеологияға негізделмеген, бір миссиясы бар революция болмаса, оның артынан жүру пайдасыз.
қазір қопарып қиратуы мүмкін, бірақ нәтиже бермеуі мүмкін. Біз білуіміз керек, бізде мынандай болу керек қой. Мысалы, мен революционер болғым келеді, бірақ бір миссияға негізделген, өзіміздің идеологиямыз болса, жүйелі түрде білімге негізделген, айқын қайда бара жатымызды анықтайтын бір түсінік болса, мен соның артынан жүремін. Нәтижесі көрініп тұрған. Нәтижесі көрінбейді ғой, бірақ нәтижесі болатыны, сенімділік пайда болатындай бір ақылға негізделген бір түсінік болса, мен оның артынан жүремін. Бірақ бізде ол жоқ. Халық тек қана асқазанның айғайымен шықты да ол жаққа. Яғни бізде қашан тамақ болады, қашан жол болады, қашан жақсы киінеміз, жақсы. Олмен шықсақ біз жеңілеміз. Бізде егер де нақты түсінік болса, біздің рухани байлығымыз мынандай, дәстүріміз мынандай, біздің түсінігіміз мынандай, біз мынандайға дамуымыз, біз мысалы Жапонның халқынан, араб халқынан қай жеріміз кем деп жатады да, бірақ оның кем емес екеніне дәлел. Сен бірінші мектепте дұрыс оқымадың, не университетте оқымадың, андай білімге негізделмексің, сен өмір бақи шофер, водитель или там охранник болып жұмыс істеп жүріп, мен мынаны талап етемін деуің, ол да әділетсіздік та. Сен ана билік басынан артықшылығың жоқ. Билік басындағылар, может, олар да оқып жеткен шығар ол билік басына. А сен оқымай, білімге негізделмей бір нәрсені талап етуің қиын да. И енді жаңа трекке қайта оралатын болсақ, мен бұл жерде билік басындағыларға, билікке қызмет ететін қол шоқпар болып жүрген нөкерлер, әскер, МВД, РУВД, ДВД, КНБ, одан кейінгі шеп жаңа атқарушы қызметті администраторлар, одан кейінгі халық, бүкіл, яғни Қазақстанның еліндегі барлық азаматтарға арнаған трегім. Мен ол жақта бәріне де өзімнің наразылығымды білдірдім да. Бәріне себепкер біз. Яғни тек қана билік емес, бәріне себепкер біз. Егер біз өмірді өзгертетініміз болсақ, біз ақылды болуымыз керек, күшті болуымыз керек, рухани бай болуымыз керек. Сол кезде біз ешқашан алданбаймыз. Біз не үшін өлгенімізді білеміз. Мысалы, алаш зиялылар не үшін өлгенін біледі да. Ал кешегі жігіттер жалко маған не үшін өліп кеткендері. Мысалы, қазақ өлімнен қорықпайды. Көкіреген менің көзім жетті. Жас балдар 19-дар оққа қарай ұшты да, қорықпайды. Егер де сол өлімге бір негіз болып тұратын бір ақылы түсінік болса, оның өлімі андай зая болмайтын еді. Олар шейіттің өлімінен өлетін еді да. Оларды өлді деп айтпайтын ек. Олар мәңгі тірі. Олар бұл дүниеде жеңіске жетті, ақыретте де жеңісіне жетті деп айтар едік та. Ал қазір түсініксіз да, олар жеңді ма, жеңілді ма? Сұрақ бар. Кімге пайда келдік? Біз енді қараңыз, одан бері уже 2 жылдан асты. Бірақ өзгеріс жоқ. Демек біз қате, сол кездегі ісіміз қате болыпты. Бізге қазір ойлану керек та. Демек қаңтардағы оқиғаның жемісі болу үшін біз білімге негізделіп, конкретно бір жүйелі түрде бір миссияға әрекет етейік. Білім, содан кейін талап етейік. Бірақ нақты ол жол емес. Нақты ол жол емес. Енді біз енді жаңа жиналдық дедік қой, балдармен жиналған кезде біз ол жақта мародерлар өзіміздің халықты көрдік. Өзіміз тоқтату үшін бардық біздің. Біз сол жерде бір жай ғана көріп қану үшін емес, мародерлар ертең мына Алматымызға зиян келтірмесін деп тоқтатуға бардық та. Ол жақта ашық халық. Біз 100 спортсмендер жиналдық. 100-іміз ана жерде бір тамшы болып қалдық қой. Халық мындай бір магазинді алтын жауып тұрсаң, екіншісін қиратады, оған барсаң, үшіншісін сөйтіп кете береді. Мүмкін емес екенін түсіндік та. Халық аш, оны да түсінеміз. Жаман деп айта алмаймын. Өйткені халық тойып кеткен ғой. Кредит, қарыз, күнкөріс. Бірақ олай емес. Во-первых, халық билік қаншалықты злодей болса да, біз оны ұрланғанымыз үшін жауап береміз да. Ол өзін ұрлаған. Енді қара, оның көріп, оның ниеті, пиғылы, ақыл санасы өзгеріп кетуіне нормально. А сен тұрасында какой-то бір 500 теңгелік или 1000 теңгелік или там 10 000 теңгелік кроссовка техникаға сен ниетіңді ауыстырып өзің солардың дәрежесіне түстің да. Былай қарап тұрсақ ешқандай айырмашылығымыз жоқ. Ана айтады ғой, ертең бір охранник 500 теңге бер, ананы шлагбаумды ашып беремін десе, ол 500 теңгеге сатылады да.
билік басы миллиондарға сатылып жатқанда біз не үшін ренжиміз? Әркім өз деңгейде деген сияқты ма? Иә. Осы жаңа хэштег 55 тректе сүйкімі кеткен су айттың, ықпалы жүрді бұл елге, 1040 үй заңымен тұлғатылды түменде. Бұл не туралы сол 1040 үй деген? 1040 дегенім бұл теңеу ғой. Бізде заң баптар өте көп. Бірақ ол заң сені не қорғай алмайды, не бақыт ете алмайды, не проблемаңды шешіп бере алмайды. Ақыр соңында сен атылып кетесің. Сол Сәкенге келіп тұр ғой. Сол заңды өзгертем деп, сол нені түзейім деп жүріп атылып кетті. Дәл осы тректе жаңағы тағы бір шумақ бар. Әділ болуға ұмтылайын, мейлі залым таптаса да, тұратұғын бағаңдайды, сатылмаған барма асаба. Не туралы? Асаба сатылмаған барма асаба, неге асаба? Бұл жерде теңеу, в основном теңеулер ғой. Негізі біз қазақ, бұл жерде өте теңеу өте көп та. Бұл жерде мысалы қазақ халқы тамадалыққа, яғни той, қараш, 30 жыл өтті. 30 жылда біз, мысалы осы 90 жылдар біз есімде бар, күн көру үшін алюминий мед сатып жүрдік та. 30 жылдан кейін қазір Қытай біздіге сол алюминий медпен өздерінің шығарған машиналарын біз қазір айдауға жіберіп жатыр. 30 жылда олар машина шығарып жатыр. Ол кезде машина шығармайтын. Біз 30 жылда неге жеттік? Біз тек қана тойхана салыппыз. Біз тойда жарысамыз. Тойдың түр-түрін көрдік да. Мен той десеге құсқым келеді. Мысалы ресторан, столды безендіреміз, әнші шақырамыз. Тойдың күшті болуына тамада шақырамыз. Асабалық өмір ғой біздік. И шынымен сол мысалы біз нені дамытсақ, сол жағымыз дамиды. И біз жүрген жерімізде асабамыз. Күлдіргіміз келеді, жүрген жерде бір шоу жасағымыз келеді. Жүрген жерде біреудің артында кіргіміз келеді. Билік басындағылар тоже асабалар. Олар ханға жағу үшін ән айтады, би билейді, қыздарына кеп береді деген сияқты. Сол секілді. Жалпы бір Сәкен ағамыздан кеп шығады ғой әңгіме. Мысалға бізде бір ғана мысал, енді мен өзім Дархан Жүз деген бізде бір өнерлі жігіт болды ғой, Дархан Жүз. Ол жігітті мен өзім шынымды айтайын. Осы Дархан Жүз өмірден өткенге дейін мен өзім шығармаларын мүлдем тыңдамағам, қарамағам, енді мүмкін ол толқында болмаған шығармын мен. Оны мына бізден кейінгі жастар қатты тыңдады ол жігітті. Айтайын дегенім, сол жігіт қайтыс болғаннан кейін мен оның шығармаларын тыңдай бастадым, Дархан Жүзді зерттедім, қарадым, сұрадым деген сияқты ғой. Себебі ол туралы көп жиі айтыла бастады да. Сол секілді Сәкен ағамыз туралы да неге бізде осы қазақта осындай не бар? Неге біз бір адамды жаңағы жақсылығын көрсету үшін елге, халыққа біз ол адам кеткеннен кейін ол адам туралы жиі айтамыз, ол адам туралы естеліктерді бөлісеміз? Неге Сәкен ағамыздың тірі кезінде осы әңгімелер болды ма? Соны Сәкен осындай қылған, жаңағыда Шымкенттің жігіттеріне көмектескен, осылай қылған деген сияқты бір сондай өз араларыңызда болсын бір сол Сәкен ағамызды бір дің жақсылығын бір сондай айттыңыз ба? Мен жеке Сәкен өзіне айтқам. Айттыңыз, иә? Сәкен мен өлгенше етене бірге, онда бауырым болды ғой. 20 жыл дос болдыңыздар, иә? 20-ға жетпейді, 15 жыл толық бар ғой. 15 жыл толық бар. 20-ға жуықта. Сәкен мен қалай айтсам болады, менің өмірімде ұстаздарым көп та. Мен кейбір досымда ұстазым, ағам, әкем сияқты әсер еткен достарым бар да. Сәкен солардың бірі. Сәкенмен әр ұстаз, әр бауыр, ешқашан екеуміздің арамызда андай болмайтын, бір құпия болмайтын. Сәкен кейбір жігіттердің арасында ол өзінің құпиясын ашпайды. Мен екеуміздің арамызда ешқандай перде болмайтын. Біз құпиямызды бірге бөлісеміз, не істейміз. Мен Сәкенге негізі ол күшті сезім деп ойлаймын. Кейбір бауырыңа өзіңнің жақсы көретініңді, кейбір бауырға өзіңнің ешқандай риясыз оның атағын или артына кіру деген емес, ешқандай оның ниетін бұзу да мақсатты емес. Ашық айта аламыз да біріміз, өйткені ол көтере алады. Сәкен сондай жігіт болатын, өзінің айтқан, оған деген айтқан шындығын көтере алатын жігіт та. Мен ашық айтатым, Сәкен, блин, саған рахмет. Или мен айтамын, Сәкен, сен маған керексің. Қазір үйге келем, қайдасың? Кейде звондасам, сақ қалайсың, не істеп жатсың деген, мен райондамын, келсе дейді болды. Мен сол жаққа барам.
андай не үшін звондадың деген сұрақ қоймайды. Ол түсінетін мен оған іздеп звондап тұрғанымды. Бірден айтады. Қалай жағдай, сак, анау ма? Сол ничего, райондамын, мына жердемін деймін, мына студиядамын, келсе дейді, болды, мен барам. Барам, сөйлесем, сырласамыз. Қандай армандары бар еді Сәкен? Қандай армандары бар? Енді Сәкеннің арманы көп қой. Негізі кино әлемінде ол өзі режиссер бола алмай кеткен режиссердің бірі ғой. Да, ол клип түсірді, көптеген әндердің авторы болды, көптеген клиптің авторы болды, бірақ мақсаты ол кино түсіру болатын. Бірақ кино түсірем деп бір қадам бастаған кезде оның сағы сынатын. Өйткені ақша беретін адамдар мемлекеттің тарапынан болсын, басқа жақтан болсын, ниеті дұрыс емес, киноны түк ұқпайтын. Сәкен жыны келетін. Киноның не екенін білмейді, бірақ кино түсіргісі келеді дейді. Мұндай адамдармен жұмыс істей алмаймын. Ертең ол маған кедергі жасайды. Ол ақша жинады ғой. Яғни қазір ақша тапсақ, бірақ ойлашы, біздің ән ешқашан ақша алып келмеген. Бірақ қайықтан жинаймын, сол әйтеуір сол мақсат ақша жинап кино түсіру болатын. Ешкімге тәуелді болмай, мемлекетке де болсын, басқа спонсорлар болсын, өзін енді сол орындалмай кеткен арман деп сенемін. Өйткені барлық жігіттер болады айтатын сол да. Сәкен кино түсіргенде ғой, Сәкеннен қалған бір не болып мұра болып қалатын еді деп. Өйткені ол көре алады, көрген еді. Ол нағыз шындық, тарих болып қалатын кино түсіретін еді. Мен қазіргі фильмдерді қарайсың ғой, однодневкалар ғой бәрі. Бүгін күлесің, или бүгін қарайсың, ләззаттанасың, рахаттанасың, ертең олар әртүрлі ұмытып кетесің. Негізі ол айтады ғой, художникпен суретшімен саудаласпайды дейді. Суретшімен саудаласпайды дегені, мына картина қанша тұрады деп түсірсе бағаң деп айтпайды да. Қазіргі суретшілердің суретінің бағасы бар да. Яғни определенный сумма. Сәкен егерде ол өзінің суретін салған кезде, енді киносын түсіріп кеткен кезде оның бір бағасы болмайтын еді. Ерекше бір туынды болып қалатын еді. Сол үлкен армандары бірі деп ойлаймын сол кино. Енді ең қатты топовый деп армандардың бірі. Ертең таң атар, аяққа мұқтап тұрар жастар келешекке жол бастар. Күн шуаққа бөленер қараспан, тас жарған гүлдей гүлденер біздің аудан. Енді бұл шумақты жаңа қазақша рэпті тыңдап, осыған дейін тыңдап келгенде жақсы біледі ғой. Қазір қалай, аяққа тұрдыңыз ба? Аудан көркейді ма? Шүкір. Бұрынғы назар мен қазіргі назар мүлде бөлек, әрине. Кішкене болса да кішкене еңсеміз түзелді деп ойлаймын. Ол кезде мысалы мен квартирада тұрамын. Негізі мен Алматыда 11 жыл квартирада тұрдым. 11 жыл? 11 жыл. Аллаға шүкір, қазір әке-шешем үй салып бердік. Бауырымыз екеуміз, Аслан деген туған інім бар. Одан кейін қазір мен өзім үй салып жатырмын. Бұйыртса бітіріп аламын деген ой бар. Енді материал тұрғыда келетін болса осылай. Бірақ ол норма сияқты. Өйткені өзімнің уақытымды, мысалы сол кезде мен қалай айтсам болады, маған сол кездегі материальный деңгей керек еді, дәреже. Ал қазір қызық емес та, мысалы ол бар ма жоқ па. Енді бала шағаң үшін бала шағаң ондай қиындық көрмесе екен деп ойлайсың. Өйткені менің ұлым менен де мықтырақ болу керек. Мен соған барын салам да. Ол менің көргенімді, қиыншылық демесе де, менің білімнен артық білім білу керек. Өйткені жаңа Қазақстан, жаңа ел сол балдарымыздың арқасында келеді. Біз істей алмаймыз оны. Біз уланғанбыз, біз әлсіз, біздің травмамыз көп, біздің кемшіліктеріміз өте көп та. Нәпсіге бейімбіз. Біздің балдарымыз, не болмаса біздің балдарымыздың балдары 100% жеңіске жету керек. Яғни аяққа мықтыға тұрып, тас жарған гүлденіп өмір сүретін елге жету керек. Бұл әлемдік тәжірибеде бар нәрсе ғой. Жапония, Корея, басқа мемлекеттер, олар солай алдына қарай жоспар құрған, сол жоспарға жеткен. Ұрпақтың алмасуы керек. Бізде қалай, мен жетуім керек дейді, өзі жетпеген соң қолын сілтей салады. Мен жетпеген бір Құдай біледі. Бірақ әрекетті тоқтатпау керек та. Бірақ балам 100% жетеді, жүйелі түрде. Олар жетті сол жеңіске.
мысалы жаңағы Қытай мысалы 30 жылды қара сізге машинасын сатып жатыр. Корея 60 жылда қандай олар самолет кемелер құрады. А біз 30 жылымыз не істедік? осы тасшаған рэп оқып жүрміз. Даже ойлайсың да, рэп оқып жүріп уақытымызды өткізіп алған жоқпыз ба? Кино түсіріп жүріп уақыт өткізіп алмаймыз ба? Деген нәрсе. Иә, музыка, кинодан да басқа өмір бар. Басқа әлем бар. Инженер болу керек, математик, физик и так далее, да? Сол өнер, қолмен істейтін өнер, ақылмен істейтін өнердің түрін дамыту керек. Ол музыка мен кино ол тек қана сол аралықта, жұмыс аралықтарын әсемдеп тұратын нәрсе. Яғни мотивация беретін жұмыстың барысында. Бұл мақсат болмау керек музыка мен кино. Ол әшейін настроение беретін нәрсе ғой, развлекать ететін нәрсе. Ал нағыз құндылық сен жаңағы әдебиет жазу керек, инженер болу керек, математик, физик и так. Көп қой енді қазір салалар. Иә. Медицина болсын. Мына тасшаған гүлдейдің әуені бар ғой. Бір тыңдағанда жеңіл сияқты көрінеді да. Көңілді сияқты көрінеді, бірақ мәтін мен жаңағы бейнеклипті былай тыңдап қарасаң дұрыстап негізі астында көп ауыр нәрселер жатыр негізі. Маған солай сезілді енді. Осы әуені кім жазды, осы не тректің? Негізі сэмплын Ерлан Хайрушев, яғни Арлан тобындағы солисті, Арлан тобының солисті. Негізі Ерлан, қалай айтсам болады, мультиинструменталист. Домбыра, кез келген инструмент ойнайды. Енді ауыр труба, тромбон деген сияқты емес енді, бірақ фономен домбыра енді жете біледі. Сол әсетке негізі жазылған сэмпл болады. Сөйтіп қалып қалған ғой бір жерде папкалардың ішінде. Күндердің бір күнде Хазард Жандос келіп, сол давай бір куплет жазайық деп, сол куплеттің басын өзі жазған. Ертең таң атар. Сол Хазардтың толық куплетін жазып, ана үйлесіп кетеді ғой музыка. Сәкен тұрады да битін ауыстырып жасайды. Сэмпл қалады, Ерлан жасаған. И Сәкен айтады, мынау хит, маған клип түсіру керек деп. И маған звондап тұр Жандос. Назар, қайдасың, кел Сейфуллина Кироваға. Келсем Сәкен, Жандос, Кича как раз келіп жатыр екен. Осында бізде ой бар. Бір күніміз бар, трек жазу керек. Ары күні, бір күннен кейін біз клип түсіреміз дейді. Араға 2 күн салып, тректі бәріміз патыр-патыр жазып, кім үлгерді, сол үлгерді. Жаздықта клип түсіріп кеттік. Бұл қай жылдар сонда? 2007. Осы клип 2007-2008 ғой деймін сол. Осы клипті америкалық бір маман қатысқан дейді түсіруіне, сол рас па? Иә. Енді Тен деген американец болды, ол сол камераның механика операторы болды. Ол қалай, не істеп жүр, қалай жүр? Ол негізі MG Production'да сол кезде қателеспесем обратная сторона, не болмаса қай кино екен? Обратная сторона ғой деймін, сол киноның түсірілімінде келген. Мысалы айттым жаңа Red One деген камера Қазақстанда алғаш рет, онымен ешкім қолдана алмайды. Ол сол камераның механика жинайды, бәрін настраивать етіп береді. Плюс ол еще стедикам деген болатын, үстіге іліп қояды, бүйтіндегі Рониннің қызметін атқарады. Стедикамщик болды. Ондай да жоқ бізде. 2007 жылы. Иә. Ол өзі еще мамандығы бойынша фокус-пуллер. Яғни фокус-пуллер деген жаңа фокусты наводить етіп, алып келіп тартып отыратын жігіт. Сондай мамандықты. Ол бізге оператор болды, сол камерамен, и фокус-пуллер болды, и кадрдың сондай ерекше болуы сол себеп. Өте жан шыққан, иә? Сол кезде енді топ деп ойлаймын, мұндай клип болған жоқ, біз потолок қойып тастадық сол кезде, сол заманда. Ол кезде хотя стрим ештеңе дамымаған, YouTube мұндай особо жоқ. Бар бірағандай қатты дамымаған кез ғой. И ән шын керек не ғой, сен дұрыс айтасың, мұңды, халықтың зары. Ол жерде кадрға кірмеген көп нелер бар. Біз материалды қанша 3 күн ба түсірдік қой. 3 күн демалыстың кезінде түсіріп алдық. Как раз съемочный площадка демалып жатты да, біз тент алып түсіріп алдық. И сол жерде бір мықты кадрлар болған. Негізі халық өзінің зарын, ашынған ойын айтып жатқан. Біз түсіріп алған болатынбыз. Бірақ енді кірген жоқ қой клип. Бұл жаңағы түсірілім жұмыстарына Сәкен ағамыз өзі де қатысты, Сәкен режиссер. Сол клиптің режиссері. Мына ауладағы ереже деген трек бар ғой. Сол бір күнде бір түнде жазылды дейді. Ауладағы ереже енді бір күнде деп айта алмаймын.
негізі бір күнде жазылды идеясы, демкасы. Мен оны Сәкенге дискке жазып тыңдатамын. Сәкен айтады мынаны жазу керек. Сөйтіп Сәкен екеуміз отырып, Сәкен маған мен білмейтін райондардың аттарын жазды. Біз енді 116 районның атын жаздық. Оның ішінде енді шыны керек 100-ін Сәкен айтты ғой маған. Өйткені кейбір райондардың несі ескіде ұмытылып кеткен. Атаулар. Иә, атаулары. Мысалы 20-атка ол біз сол тректі жазған кезде де қолданылмайтын. Оны шалдар ғана айтатын. Шалдар дегенде кәдімгі 50-60-тағы кісілер ғана біледі 20-атка деген район деген сияқты. Кішкене француз бір әуендене келеді. Келеді, өйткені мен французский битқа жазған болатын. Роф деген рэпер бар, соның бір минусына жаздым. Алғаш демкасын. Кейіннен Сәкен оны вообще басқаша қылып өзгертіп жіберді. Французский стильге келеді. И негізі сондай бір ән бар француздардың, по-моему, Франциядағы райондардың атын атайтын. Содан әсер алған шығармын. Өйткені мен Францияның рэптерін қатты тыңдадым ғой. Подсознание оны жаттап алады да и айтып жіберу мүмкін. Енді мүмкін қайырмасы ұқсауы мүмкін, там Алатау, Дирибас, Калыма, Вигвам, Қарасу. Ол жерде как раз оның райондарын айтады да, и райондарды көрсетіп отырады картада. Ал енді куплетіне келетін болсақ, ол жақта енді куплет ол біздің, оны ешқандай Франция жаза алмайды, ешқандай Америка жаза алмайды, ол біздің қазақтың иісі аңқып тұрған кәдімгі куплеттер. Өзіміздің болмысымызға келетін. Иә, алтын күн сәулесі көрінді шығыстан, оянды қалмау үшін жұмыстан деп. Біздің нені баяндайды. Негізі сол ғой көркем өнер. Бұл қалай айтсам болады? Кейбір бауырларымыз айтып келетін американщинаны бізге тығу или там Францияны тығу. Тыңдау керек, бірақ или там Корея, Япония, басқа мемлекеттің дүниетанымын тығудың несі жоқ, негізі жоқ. Біздің өзіміздің дүниетанымыз ол өзіндік бір бояуы бар да, қызық. Сонысымен қызық боламыз. Сонысымен ерекшеленеді. Мен ойлаймын, мен негізі өзім заманына сай туылмаған ақынмын деп ойлаймын. Өйткені менің шыны керек жаңа рэп туындыларымды түсіне беретіндер аз ғой. Қазір даже халыққа да керек еместігі де сол шығар деп ойлаймын. Сөздері ауыр, Сөздері өте ауыр, и мен бір осы алты алаштылардың, сол кісілердің заманында өмір сүрсе, мүмкін солардың кішкене қате арасында тіл табысып сол кезде уже түсінікті болар ма еді деген ойым ғой. Может, қателесем. Болашақ буын бір күні осы әндерді жаттап жүретін кез болатын шығар. Бір одай ойлайды енді. Былай қазір жас көп біледі ғой. Мен сұраған келіп тұрған сұрақ, бұл мына қазір сіздің ең бірінші спектакліңіз Эйфель-Байдың мұнарасы деген спектакльге қатысқан екенсіз ең бірінші рет театрда. Осы спектакль не туралы, ол жерде қандай рөл атқардыңыз? Негізі Эйфель-Байдың мұнарасы шықпаған спектакль. Негізі ең алғаш шыққан спектакльдердің бірі ол қар көшкіні. Ол жақта мен ақсақалды ойнадым. Ақсақалдар алқасы дейді ғой, яғни билік төрағаларын ойнадық. Ал Эйфель-Байдың мұнарасын біз қойған болатынбыз. Ең алғаш мен репетициям болған. Бұл жерде Эйфель-Бай деген жігіт болады. Өзінің Эйфель-Бай башня бар ғой Францияда. Соның конструкциясын алып келеді, айтады. Осындай салам маған қолдау көрсетіңіздер деп. Бұл жерде жаңа то же самое сот болады. Сотта бұған жер бермейді, ақша бермейді, мүмкіндік бермейді, гнобить етеді. Ал қайта келеді өзінікін доказать ету үшін. Мен салам деп. И спектакльдің соңында негізі оны қайта жібереді. Төрағалар оянған кезде енді бүкіл ақпарат барлық жерде Францияда Эйфель-Бай башнясы салыныпты. Осындай Эйфель-Бай деген жігіт соны салыпты деген. Бұл енді нені келтіреді ғой? Қазақ елінде қолдамаған қазақ таланттарының басқа шетелде аты шығып, аты даңққа ие болып, бағаланып жатқанын айтады. Негізі көп қой біздегі қазіргі актуалка десе де болады. Өз елінде ешкім болмай, шетелде бір аты шыққан кезде кім, біздің бауырымыз деп кетеді. Өзіміздің жігіттер. Бар кезінде маған айтпақшы, тірі кезінде адамдар қолдамайды да, шыны керек. Тірі кезде бағалай бермейді.
Біздің замандастарымыз Болат Атабаевты осы билікке көп жаңағы қарсылық ойларын айтатын адам ретінде таниды да. Кейін енді ол кісі көп белсенді болды, кейін жаңағы шетелге кетіп қалды. Одан кейін денсаулығына байланысты қайтып келді Қазақстанға. Театрдағы Болат Атабаев қандай еді? Жаңа айттым ғой, мен негізі өмірде ұстаздарым көп. Болат Атабаев ұстаздарымның бірі, өмірімнің бұрылыстарына ықпал еткен кісілердің бірі. Болат Атабаев өте дарын, ақыл иелерінің бірі десе болады. Өзінің ісінің маманы ғой, ғалым десе болады. Оқыған, тоқыған, әр сөзіне жауап бере алатын, әр сөзінің де бір негізі бар да. Кез келген сөздің түбірін айтып беретін, оның сөзі мынаяқтан шыққан деп. Ол кісі немістерге неміс тілін үйреткен жігіт кісі ғой. Енді ойлашы, немістерге неміс тілін, қазақ үйреткеннен кейін уже арғы айтудың да қажеті жоқ та. Театрда да, өмірде де сол бір кейіпте жүретін. Ұстанымдары. Ұстанымдары бар. Тік мінезді, ұнамай ма боқта жібереді. Айтады. Жібереді. Кәдімгідей айтады. Үлкен кісі, үлкен халық, народный артисттарға айтып тастайтын ғой. Боқтаған кезде ана жылатып жібереді. Как ты можешь болады деп. Енді әуезов театрындағы көп беделді актерлардың бәрі біледі Болат Атабаевтың қандай тік мінезді екенін, қандай. Ол политик деп айтпаймын, саясаткер емес, бір оппозицияның бір негізін ұстанып ойбай, бір революция жасаймын деген ниет болған емес. Просто тік мінезі тікті. Сол үшін ол халқының жаңа зардап шеккенін бүйтіп просто қарап отыра бере алмады. Мен халықтың адамы, мен танитын, мен қазір үндемей отырсам қалай болады деп сол айтып жүрген несі ғой, өзіне зиян тиіп кетті де. Жаңаөзенді қолдаймын деді. Ақыр соңы түрмеге отырғызып жаздап, кейін бәрі халық шулап жүріп, әйтеуір Ермек Тұрсынов бар, тағы басқа актерлар бәрі қол жинап жүріп шығарып алды. Ал кейіннен енді ол жүре алмады, үндемей тұра алмады. Германияға кетуінің себебі сол болды. Үндемей жүре алмады да, барып сол жақта шулатамын деп сол жаққа кетіп. Сол жақта жаңа политическое убежище дейді. Соны алып сол жақта жұмыс істеп кетті ғой. Өйткені елге оралса оны қамайтын еді, отырғызады. Ол даже Германияға барғанның өзінде де айтатын. Даже мына жақта да демократия жоқ екен ғой деп айтты. Ақшаң бар болса, сен оларға бір пайда алып келсең, саған көмектеседі, пайда әкелмесең көмектеспейді. Мен ол кісіге театрда бір сұрақ қоятын. Мен енді ол кісіні оппозиционер деп танитын, солай сөйтіп қарап жүретін ғой. Енді театрға келген кезім сынап сұрап жататын. Болат ағай, осы сіз айтып жатырсыз ғой деймін да. Анау жаман. Сіз қандай идеологияны ұсынасыз деймін да. Советский Союз кетті, коммунизм құлдырап қалды, дегеніне жете алмады. Қазір демократия қалайсыз? Сонда демократия болады деп ойлайсыз ба деп. Кейін сол сұрақты қайттан қойғанда, Германиядан қайтып келген кезде сол кезде айтты, демократия жоқ. Негізі адамның ақылынан шыққан заңдылық бәрі қателікке алып келеді. Өйткені адамның ақылынан шыққан заң ол әлсіз, адам әлсіз ғой. Нәпсі құмар, пейілі өзгеріп кетеді, ниет өзгеріп кетеді. Қазір басқаша сөйлейді, ертең басқаша сөйлейді. Бір нәрсеге әсерленіп тұрғыш. Сол үшін ол заң әлсіз болмағанда қалай дейді. Сол үшін ол бәрі бақытсыз қылады екен деп мойындады да. Сол кезде мен сол сұрағым қайттан есіме түсіп кетті да. Взамен, что предлагаете? Когда мен оппозиционерге сөйтіп айтамын. Мынау жаман дей бергенше сен маған не ұсынасың деймін да. Не істейміз ал? Не істейміз ал? Ұсыншы. Сол кезде мен ананың жаман екенін мойындаймын. Сол үшін айтады ғой, бір нәрсе жаман деу үшін сен бір орнына бір нәрсе предлагайте еді. Демократия жаман деп жатсың да, сен орнына не предлагайте едесің? Демократиядан басқа идеология жоқ. Цитата, сол Болат ағамыздың сөзі. Неліктен дейсіз бе? Себебі мен Гитлердің Mein Kampf'ын оқыдым. Содан кейін ойландым, қазір қазақ жастарын шатастырып жүрген үлкендер бар. Теледидар мен газетке сұхбат береді, қазақ болып туғанымды мақтан етемін деп, оны естіген қазақтың жастары біз де мақтан етеміз деп өре түре көреді. Мен Берлинде жұмыс істеп жүргенде Александр Пляц алаңында 100 шақты жас жігітті көргенмін. Қара киініп алған, аяқтарында ауыр етік, жеңдерінде қызыл шүберек тағып, неміс болып туғаныма мақтанамын деп жазып қойған. Бірақ олар өздерін неонацистер, неофашистеріміз дейді. Біздің қазақта дәл осы сөзді айтып отырып, патриотпын дейді. Қазақ болып туғанымды мақтан етемін деген не сөз сонда? Ол жексенбі күні таңғы 9-да туғаныңды мақтан етумен бірдей ғой. Онда шошқа да шошқа болып туған мақтан етсін. Ұлтты сапалы бір деңгейге көтеретін ұран болмаса,
осындай жалаң өтірік ұран неге керек? Біз ұлтты бір ұлттан биіктеткенде немесе кеміткенде ұтарымыз не? Қазақтың тілі ең бай тіл дегенді қазақтар да, қазақ еместер де айтып жүр. Мұның бәрі жұртқа ұнау үшін айтылған сөздер. Бұл жүріспен жастарды шатастырамыз. Оның орнына алға жетелейтін ойлар айтсақ жөн болар еді. Сіз қазақ екеніңізге мақтанасыз ба? Мақтанам деген ғой. Қалай айтсам мен? Мақтан тұтам, мақтанбаймын, мақтан тұтам қазақ болып туылғаныма шүкір деп. Енді өзінің себептері бар. Мақтану андай ғой. Енді былай айтсам болады, мақтан тұтам, бірақ өзімді басқа ұлттан мен жоғарым деп айтпаймын. Шүкір, менің атам қазақ, оның атасы қазақ деген сияқты. Біздің өмірдің тарихымыз мақтануға тұрарлықтай тарих. Шүкір, біз Алланы танып білген ата-бабаларының ұрпағымыз. Соған шүкір деймін. Мақтан тұтам соған. Бірақ біз анадан жоғарымыз, анадан биікпіз деп айтқым келмейді. Болат Атабаевтың үйреткен жаңа несі өте күшті. Негізі Абай танушы ғой Болат Атабаев. Абайды қатты сүйеді. Абайдың да көп сөздері соны айтады. Неғып біз өзбекті кең қолтық деп айтамыз, неғып татарды бүйтеміз, неге орысты былай айтамыз. Бірақ өзіміз не бітірдік деген кездегі сөздерін қарап отырсаң, шындық бар да. Біз тарихта анау болғанбыз, мынау болғанбыз. Қазір ше деген сұрақты қойып көру керек өзіміз. Қазір кімбіз біз? Біз қазір қатынды ұратын, қатынға әл келетін еркекпіз ба? Сондай қазақ болмай қойдым. Болмаса жаңа нәпсін жетегінде жүретін, өзін тие алмайтын, білімсіз. Біз қазіргі қазақтың деңгейіне қарап көрейікші. Өте төмен болып кеттік қой. Намаз оқысаң араб қылсың. Қайта бүкіл ата-бабамыз намазхан. Бүкіл ата-бабамыз сақал қойған. Бүкіл ата-бабамыздың аты Ахмет, дінге қатысты да болған. Ыбырай. Мен мысалы ата-бабаларым бәрі сол Мұса, Иса, Ибрахим солай келгенде. Неге біз қазір кімнің алдауында жүрміз деген нәрселер бар да. 80% сөзіміздің бәрі арабша. Мұғалім, кітап деген сөз, қалам деген сөздің өзі арабша ғой. Қазақша қалай аталады? Қазақ деген сол мысалға 5 ғасыр бұрын қойылған ат. Қазақ деген сөздің өзі ол күшті ойлап табылған сөз да. Яғни негізі орыстың ученыйларының зерттеуінде ол былай келтіріледі. Казах это бродяга, мятежник, протестант деген сияқты. Яғни кочевой өмір сүріп жүріп, өзінің наразылығын білдіріп, өмір бостандықта өмір сүрем деген бір ұстанымды алғанда. Лейбл ғой, короче. Например, сол кездегі лейбл ғой. Біз қазақ деген лейблдамыз. Кто с нами хочет деген сияқты. Там вообще андай не болған жоқ та. Ешқандай ұлтқа бөлінген жоқ. Өзбекті оның ішіне кіре алды. Хотя өзбекті өзіміз бауырлар. Название деп ойлаймын. Тек аты ғана. Былай қарап тұрсақ адамыз ғой негізі. Түп негізіне келетін болсақ. Адам болып қалу, мықты болып қалу. Бірақ тарихымыз мықты сондай болғанынан қуанамын. Сіз бірнеше жыл бұрынғы сұхбатыңызда мен комедиялық фильмге түспеймін деп айтыпсыз да. Кейін жаңа Келінжан фильмінде комедиялық сериал ғой. Мәдештің рөлін ойнадыңыз. Бұл жерде бұл принципке қарсы, бұл сізге жақсы сөйледі ме сол рөл үшін, әлде бұл неге бұндай өзгеріс болды? Әлде ол кездегі жаңа көңіл күй басқа болды ма, ішкі ұстанымдар басқа болды ма? Жоқ, мен Келінжан негізі комедия болатынын білген жоқпын. Біріншіден, да. Ол жақта аса мықты төледі деп айта алмаймын. Оған дейінгі фильмдерінде одан көбірек төлеген болатын. Негізі енді Келінжан оқиғасын көбісі біледі. Мен сол продакшнда, JJ Cinema-да жаңа Рауан және Қарлығаш ұя салғанда деген сериалды монтажын бітірген кезім. Сол кезде жаңа 3-ші сериал жасаймыз деп жатқан кезінде маған рөл ұсынды да, осында трактористтің рөлі. Ойнайсың ба деп. Сөйтіп көніп, комедияда бірінші рет көрген нем ғой. Енді білмеймін, жаңа информация мен қазір айтып жүрмін да, комедия алса ұнамайды депші. Комедияға түскім келмейді, арылғым келеді деп. Өйткені мен комедияның актерімін емеспін. Ол кезде енді ондай ой болған жоқ. Мысалы, то же самое даже театрда ойнап жүрген кезде менің геройларым кішкене комедийный болатын. Навряд ли мен Келінжанға дейін комедия ойнамаймын деп айтқан. Енді бір болады ғой андай
ұстанымдар болды, бірақ андай актер ретінде мен барлық жағынан ашылғым келді негізі. Комедия өте қиын жанр. Мен ойнағым келеді мықты комедияларды, логикаға сай келетін, андай өзінің действиясымен, сол ситуациямен күлдіретін. Андай бір дурачокты қылжақпас емес. Иә, қылжақпас емес. Андай арзан күлкі емес. Қазір мысалы біздің комедияның бәрі андай КВНский күлкі ғой. Өмірде бар ситуацияны айналдырып әкеліп өзіңе қайттан жегізетін. Ондай емес. Сама ситуация сондай күлкіге алып келетін. Например, ана зритель түсініп тұрады ананың жағдайын. Шкафтың ішінде біреу тығылып тұр, мынау білмей бір андай өзі алаңға сараланып тұрған. Комедияның несі тонкий ғой. Ол жанр өте ауыр жанр. Бірақ қазір екінің бірі комедия түсіріп жатыр. Сонда комедия жеңіл болды ма деген сұрақ келеді. Жоқ, просто комедия арзандап кетті бізде. Сол үшін мен қазіргі комедияда түскім келмейді деп қазір айтып келе жатырмын. Арылғым келеді сол рөлдерден. Ол кезде Келінжан түсіретін кезде білген жоқпын мен. Біріншіде білген жоқпын ол комедия болатын, екіншіден ондай комедияға түспеймін деген бір протест болған емес, ондай бір қарсылық болған жоқ. И Келінжанды түсіріп жүрген кезде қатты қиналдым мен, шыны керек. Ауыр болды. Өте ауыр болды. Ондай 12 дубль, 13 дубль, 16 дубль деген сияқты енді 10-нан астам дубльдар болған кездер болды да. И енді Ернар Нұрғалиев менің досым, бауырым, бірге өнер, МЖ-де бірге бастағанбыз, ол монтажер болып жұмыс істеп біз звукта жүрген кезде ол мені қолдап, демеп, былай істе деп мүмкіндік берді да ашылуға. Әйтеуір сенгеніне, сенім артқанына көп рахмет әрине. Сөйтіп Мәдібектің рөлін ашып берді ғой. Қазір бізде Асау деген фильм жүріп жатыр, иә? Сіз сол фильмнің режиссерсіз. Басты рөлде, енді ең басты рөлде Аян Өтепберген деген бауырымыз. Неге бізде осы, маған менде сұрақ бар осындай, неге біздің мына қазақстандық сериалдарда, фильмдерде, жалпы фильмде неге бізде бір актер айналдырған бір 20 актер дейікші, 20 актер бір айналып сол фильмдерге түсе береді. Мысалы Аян Өтепберген осыған дейінгі де бір сондай бір кім еді анау, бізде бір коуч бар ғой, соның да фильміне түсті, бизнесмен деген фильмге де түсті оның алдында. Неге бізде сондай бір, мысалы басқа бір қырғыздардың фильмін көрсең, көрші елдердегі фильмдерді көрсең, басқа бір таң бір актерлар келіп жатады. Неге бізде айналдырған 20 актер бір айналып келіп бір сол не жүре береді? Аян Өтепберген таңдап алған өзіңіз бе, әлде бұл жерде бір басқа бір шығармашылық топ, команданың бір ұсынысы болды ма, сондай? Жоқ, өзім таңдадым. Негізі қалай айтсам болады? Енді менің дебюттік жұмысым ғой. Бірінші жұмысыңа енді барыңды салғың келеді. Бізде каст болды, іздедік. Бізде, мысалы, мен негізі Сәлем маған тест-шутқа қатысуға мүмкіндік берді. 3 режиссер дайын, 4-ші болып келесің ба деді. Егерде тесттен өтіп жатсаң, сен ары қарай режиссер болып қаласың деп. Мен для опыта қатыстым біріншіден. Для опыта қатыстым. Көрейінші, жеңем деген бір ойда да жоқ. Өйткені үшеуі де опытный режиссер деді да. Мен әлі режиссер боламын, әлі піскен жоқпын деп жүрген кезде сәт ғой. Сөйтіп тестқа қатыстым, актерларды іздедік. Арада бір 3 күн бар ма, 3 күн ішінде біз актер іздедік. Мен дәстүрде түскен жаз Ермекті де көрдім, біраз актерларды көрдім. Химил қозғалысына қарадым. Бұл жерде спортқа икемділігі болу керек. Мен енді спортқа икемділігі жоқ актерді алып алып ертең қиналатын болсам, қиын болады да. И шапшаң адам керек болды. Мен сол кезде Арнұр деген Октагонда түскен актер бар ғой. Ол Октагон көзі түсірмей тұрған кез. Шақырайын деп не істегенімде ол бос емес деп айтты да Арнұр. Еркебұлан Тоқтар бос емес болды. Аян білетінім, енді есіңізде болса, Томирис фильмінде, негіз Томирис фильм ең үздік экшн сахналарын қойған, Таурус жүлдесін алған фильм. Намат, яғни каскадерлардың Оскарын алды. Ол Таурусты әлі ешкім сезе бермейді, негізі ол біздегі Оскар, бірінші Оскар. Солай ма? Әлемдік деңгейдегі Оскар. Таурус, кәдімгі үлкен несі бар. Ол жерде сахна қозғалысында Аян өте мықты көрсеткіш көрсетті. Кирді өлтірген Аян болды мысалы. Аянның қозғалысы мықты. Яғни сахнаны қозғалысын жаттау қабілеті өте мықты. Көрсетесін жаттап алады. И Аянның маған бір ұнамай қалатын бір себебі болған. Оның жаңа сен айтқан постоянно түседі. И красавчик түрі, мачо, қыздардың любимчик, краш қой, короче. Блин, Аян
кайттан қалай болады екен деп. Бірақ бәрі ұнап тұр. Тестте ол маған көнді. Маған айтты, братан, сенен баяғыдан күтіп жүрген бір нәрсе түсіретінің деп айтты да маған. Сол маған қатты әсер етті. Енді қалай айтсам болады, дух берді ғой, былай айтқанда ше, дух беріп жіберді. Давай сен түсіргің керексің деп. И ол айтты маған, сенің тестіңе түсіп беремін бесплатно. Бесплатно сол тестті 2 күн бір күндік съемка ма, дайындығы болды, несі болды, түсіп берді. Ол да бір не да, негізі көп актерлар бесплатно нәрсеге түспейді уже. Тойған ғой кезінде бесплатно түсіп. Аян өзі жанып тұрғалы түскісі келіп. Сосын Аянға бір условие айттым да, Аян, енді бір өтетін мен сеніп тұрған жоқпын. Осылай біз мынадан өтіп кетсек, тесттен өтіп кетсек, сен осыны ойнап шығасың, как герой болашақта деп өтіп алдап атырмын деп тұрмын ғой, көндіріп алу үшін. Ана сен де өзім сеніп тұрған жоқпын, отамын ба отпаймын ба деп. И біз түсіреміз, монтажын жасаймын. И уже түсіріліп бітіп монтаж жасап атқан кезде жігіттер с победой деп жатты да, сол көмектесіп жүрген художник бар, анау ты выиграешь, мен уверен деп. Деп қойшы деп. Жұма күні 2-3 күн өткізіп қойған кейін 2-3 күннен кейін жұма күні маған звонок келеді. Продюсер Сәлемнен. Назар, құттықтаймын, сен жеңіп шықтың деді. Мен сенбеймін ona. Қойшы деп, осындай, достарға айтамын, олар қуанып. Сөйтіп аяқ астынан режиссер болып кеттім. Яғни Аян өзін көрсетті, дәлелдеді актер ретінде. Бұл жерде бір таныстық емес, бір қаражаттың бір несінен емес, маман ретінде өзін көрсетті. Қазіргі таңның өзінде Аян сенімді ақтады. Аянға бірақ мен не условие қойған болатын. Аян, маған краш Аян, красавчик Аян керек емес. Брутальный, красивый, өзіңді герой көрсету, көрсетпе наоборот. Маған ауылдың баласы керек. Кемшілігі бар, періште емес, туалетке баратын, маған айтпашы. Шаш таралмаған. Шашы жоқ та ғой. Сен түрің әдемі, сен түрің жаман қылып көрсет маған. Аян орындап берді. Аян басқа. Бүкіл фильм Аян түскен кинолармен қазіргі несіне салыстыратын болса, Асаудағы басқа Аян. Әлдеқайда, Әлдеқайда. Сол үшін мен басқа актерді алдым десем болады, басқа Аянды. Негізі қолдаймын, жаңа актерларды ашуымыз керек. Ашқын келеді. Мен болашақта ашқым келеді. Мен каждый ауылға барып, каждый театрдың актерларымен жеке кездесіп, кастинг өзім проба жасағым келеді. Егер де мемлекет маған или жаңағы спонсорлар маған сол керекті қаржын берсе, баруға мүмкіндік берсе, уақыт берсе. Көбісіне уақыт бермейді, мүмкіндік бермейді. Сол үшін кастинг директорлар сол қасында жүрген актерларды қайта пихать ете береді. Кейбір актерлар іздемейді даже. Мен өзім куәгер болдым ғой. Өзіме түскен кезде өзінің бар актерларын бере береді. Папкасында жатқан актерларды. Іздеуге, во-первых, оларға іздеуіне қаржы да бөлінбейді. Уақыт да берілмейді. Сол үшін оларды стараться етпейді. Ол бәрі взаимосвязаны ғой. А так түсіргісі келмейді емес, түсіргісі келеді ғой. Жаңа актер, ол бар. Сосын екіншіден кейбір режиссерлар андай қорқады жаңа актерлардан. Өйткені біздің қазіргі кино индустрия коммерцияны қатты ойлайды. Танымал емес дейді, соны қолдану олар үшін риск. Тәуекел еркен. Ертең ол актер түсіріп жатыр дегеннен кейін кім ол деп ол киноға бармай қоюы мүмкін да. Бұл жерде халық қана кінәлай беруге себеп жоқ оған. Сен егер басқа новый актер шықса, сен оның киносына бармай қойсаң, сен кінәлісің ғой. Оған қанша еңбек етті, қанша режиссерлар ақшасын салды, күшін салды. Спонсорлар ертең сол режиссерді қинап тұрып ақшаны тудыртады. 100 миллион берді, сол 100 миллион үстіне тағы 200 миллион қайтару керек. Кейбір продюсерлер кәдімгі мойнында қарызы бар, сөйтіп жүргендер бар. Халық кішкене андай зерттеу керек бұл нәрсені, кінәлай бергеннен гөрі. Кім бәріміз қалаймыз новый актер болған, новый себептер көп та, новый актерлар шықпауына. Сіз бір сұхбатыңызда айтқан екенсіз, мен құмар ойындарға мүлдем жарнама қабылдамаймын деп, Белгілі уақыттан кейін, айталық 4-5 жылдан кейін, Назар ағамыз бір құмар ойындарға жарнама қабылдау мүмкін бе? Мен өз ұстанымда қалам деп ойлаймын. Егер де ол ұстанымнан ауытқитын болсақ, мен 10 жыл болды сол ұстанымда келе жатқаныма. 10 жылдан да асып кетті. Маған банктерден звондайды, жаңа. Өзім досым маған 1 жылдық контракт ұсынған, 1xbetпен.
яғни осы саған Адинезбек саған 1 жылдық қаржы береді, 1 жыл бойы солардың рекламасын несін ақшаға көмілесің деді. Отказ бердім. Октагон тоже самое. Сол жерде түсу керек болды, соны түсіру керек болған мүмкіндік болды. Мен енді бұл жерде қара, Алла тағаланың құдіреті. Мен Октагоннан отказ бердім, бірақ Алла тағала несіме сай асауды беріп отыр да. Қалай? Кім білген, асауды берді, мен асауды ойдағыдай орындап шықтым деп ойлаймын. Ол жақта да бар ғой, жаңағы құмар ойын келтіреді, ана мына ставка тігеді, бірақ ол жақта біз конкретно айтпаймыз, мынау деп. Бар екенін көрсетіп кеттік. И ол неге алып келетінін көрсетіп отырмыз. Енді негізі осы қазір жақында бір нелерді сөйлесіп отқанымда, енді кейбір достарым бар, зерттейміз ғой киноның. Вообще кино мен музыка адамға мораль үйреткені ол әлсіз өнер дейді. Мен осы күнге дейін мораль үйретіп келіппін. Мынау жақсы, мынау жаман. Бүйтпе, сөйтпе деп па? Нағыз мықты өнер дейді. Мықты, ең керемет өнер. Ол жерде мораль екенін білмей қалатындай өнер болу керек дейді. Шынайы бір көрініс, бірақ адамға ой салатын көрініс дейді. Открыто мораль үйретпеу керек дейді. Мынау дұрыс емес, мынау жаман деп. Вот ең мықты өнер сол дейді. Адам ол жақта мораль бар екенін сезбей қалатын, бірақ ойландырып қоятын өнер. Сондай нәрсе жасауға тырысу керек. Мен енді рэпте де сондай бір өзгерістер болатын шығар. Открыто мораль, мынау жаман, мынау дұрыс емес, бүйткен дұрыс деп. Соны үйреніп қаламыз ғой. Значит, бұрынғы терминнің несі, формасы өзгереді. Күрделендірмей, Иә. Бізде 91 деген топ бар ғой. Біз 91-ге жалпы осы 91 деген топ Қазақстанда өзін жаңағы жария еткен кезде көп адам оған қарсы болды. Жалпы қоғам ішінде әртүрлі пікірлер болды. Кейін белгілі бір уақыттан кейін көбіміз тіпті сол жаңа қарсы болған адамдардың өздері сол 91 тыңдап кетті. Сіз қалай қарайсыз бұл топтарға? Мен де солардың қатарындамын. 91-дің фильмін түсірілетін кезде, фильм ма, сериал ма, бірнәрсе түсіріліп жатты. Досым Асқар Ұзабаев сол бір рөлге шақырды, мен отказ берген болатын. Асқар айтады, неге дейді? Как ты можешь? Сенің коллегаларың ғой. Сол кезде мен айтқан болатын, Асқар, менің позициям бөлек, олардың позициясы бөлек. Қарама қайшы. И мен өзім позициямда тұрам, ренжіме деп отказ берген. Ол маған ренжіп қалса да керек сол кезде де. Бірақ араласамыз ғой әлімге дейін, жақсы араласамыз, бірақ сол кезде қатты ренжіген болатын, неге отказ бердім деп. Мен 91-ның кейбір әндерін қатты ұнатып тыңдаймын. Кейбір альбомдарын бірақ жүктеп алып қайта тыңдаған кездерім болды. Бірақ фанатпын деп айта алмаймын. Протест болған кезде мынандай болды ғой, менде протест. Негізі енді бәрімізге әйгілі кей-поп культурасының несі ғой, ұстанымы. Енді бізде мынандай нәрсе болады, мектептің кезінен рэпер рэп ғана сүйеді. Ол рокерді жек көреді, попсаны вообще құсқысы келеді деген сияқты. Кей-поп мен үшін попса болып көрінді да. Көрінді емес, как есть, солай ғой, попса, яғни поп-культура, яғни корейская поп-культура. Ол бір. Екіншіден жаңа Кореяның дүниетанымын енгізді да. То же самое жаңа шаш үлгісі, сыртқы көріністері. Яғни енді ол, мен сенімдімін, ол жігіттер оны да құрал деп қабылдайды. Біз рэпті қалай құрал қылып қабылдап жатырмыз, қаралардың культурасын. Олар да Кореяның несін құрал қылып қабылдап жатыр. Енді сол кезде сондай протест болған болатын. Қазір түсінесің ғой, мен үшін мысалы, мен егерде даусым болса, вокалда өлең айтатын ем. Попса, кәдімгі попсаны айтатын ем. Даусым жоқ, сол үшін рэп айтып жүрмін. Жігіттер енді кей-попта әндетіп жүр деген сияқты. Қазір тыңдайсыз? Енді 91-дің прям фанатымын деп айта алмаймын. Кейбір әндерін кезінде тыңдадым. Қазір что-то не қылып қалды ғой, тоқтап қалды. Басылды кішкене. Басылып қалды. Қазір ондай не жоқ да. Адуын жоқ. Ондай не жоқ, қалай айтсам болады, басындағыдай бір жаңалық жоқ. От жоқ, Иә, от жоқ. 3 жыл бұрын шыққан Адам деген альбомда сіз жаңағы альбомның суреті бар ғой. Сол жерде сіз өзіңіз отырсыз ба? Балшықты сізге жақты. Сол кімнің идеясы? Қалай ол? Жалпы альбомдардың бәрінде өзіңіз түсесіз суретке? Иә. Қайдан келді идея балшықты жаңағы сізге жағып оны отырғызып? Негізі Адам деген тақырыбы өзі айтып тұр ғой. Название, сосын жаңағы обложканың идеясы бәрі бір
тығыз байланысты. Біздің жаңағы сол альбом енді үздік альбом десе де болады. Ерекше, формасы ерекше, этнорап түрде. Адам топырақтан жаралған. Яғни біз адам атадан бастаған нәрсе ғой ол. Топырақтан жаралған. Топырақтан енді жаралып, әлі жан бермей тұрған кейіптегі адамның несі ғой. Жан енді салынайын деп жатқан. Сондай бір идея болған болатын. Өйткені бізде мынандай ой болған, клип адамды жаратып топырақта жан берілген кездегі сәті адамды топырақтан шығып адам кейпіне түсіп жер әлемге уже қадам басып жерді игеріп жатқан бір сондай бір клип жасаймыз деп жатқанбыз. И клиптің соңында бір мынандай жасау идея жасады. Сол адам жаңағы уже современный өмірде мусордың ішіне келе жатады. Қарқалар ұшады, бәрі бықсып жатыр. И мусордың ішінде, яғни жер қандай еді, қазір қандай қылдық деген сондай бір ой болатын. Сол енді бұл қатты қиын түгі де жоқ, сол адам лайдан жалған, топырақтан жаралған деп сол лайды бетке жағып сондай идея болды. Өзіме ұнайды. Ана Дала ерлер деген трек бұл негізі бұдан 3 жыл бұрын жазылған, негізі? Сол адам альбомының несі ғой. Адам альбомында бар ол, Дала ерлер. Яғни бұл ана дәстүр фильміне бір арнайы жазылған жоқ қой негізінде? Жоқ. Негізі сол ең альбомды енді әр трек өзінше ерекше ғой, бірақ Дала ерлер қатты атып кетті де. Ол Қадиябов кино 1-де, Қадиябов кино 2-де шықты. Тағы бір фильмдерде де саундтрек болып жүрді. Дәстүрге прям клип түсіріліп, основной саундтрек болып кетті. Раймен жақсы араласасыздар ма? Араласам, әліңге дейін араласам. Қаншалықты жақын араласасыздар? Енді мен інім деп араласам. Інім ол мен аға тұтады. Оралда жүрген кезімде біз екеуміз бір студия жаңағы DJ Records'та бірге қонып жүрдік. Ол да сол жақта қонып жүрді. Мен бір аптаға кетіп қалдым ғой альбом жазу үшін. Қасымда таңертең тұрып шайымды береді, тамағымды береді, кофемді әкеліп береді, сөйтіп. Кәдімгідей мен оны Данияр мені онымен Раймен 2000 қателеспесем 11-де ме екен, 12-де ме, енді қателесу мүмкін жылда 13-де ме даже сол кезде таныстырып кішкентай 20 жаста ол кезде ба 90-90 жылдар болды. Сіздер көрдіңіздер ғой көп дүниені, жаңа сауда деген базарда, көк базардағы сауда, мысалы, қандай ауыр жұмыстар, жаңағыдай Алматыдағы тіршілік, мысалы, тоқырау кезеңдері. Егер сол кезеңдерден сіз өтпесеңіз, сіздің өміріңіз сәл басқаша болса, қазіргі жағдайыңыз қалай болар еді деп ойлайсыз? Яғни сол кезеңдерді көрмесеңіз, қазір қандай назар болар еді? Білмеймін, мен енді сол сәтке жіберетін болса егерден, мысалы, мен даже қазір өзгертуге дайынмын да сол кездегі сәттерді кейбір. Қай жағына? Қалай айтсам болады, өзіңе бір миссия таңдау, яғни соған жауапкершілікпен қалау, дисциплина, білім саласында бірінші очередь дисциплина, өзімді қамшыласам да оқытып. Мысалы мен мектеп бітіріп университетке түсетін кезде, мысалы мен әке-шешеңнің таңдауы болды ғой. Сол әлгіге дейін кейіп бар шығар. Сол кезде біз әке-шешеміз таңдап берген оқуға түстік. Кейін одан оқымай шығып, ақыр соңында бүйтіп сөйтіп басқа өзім таңдаған оқуыма түстім деген сияқты. Андай неопределенность дейді ғой. Мысалы қалай айтатын болса, шетелде мысалы анау школасы мықты да, олар мектеп бітірмей жатып кім болатынын өздері біледі. Соған уже кішкентай кезінен демейді. Таңдау береді. Не таңдайсың? Көрсетеді, үйретеді. Наны көр. Мүмкіндік береді да. Бізде главный диплом қағаз керек. Сол сөзді айтып естіп жүрдік қой. Университетке түсуге қағаз керек. Қағазың болмаса ешқайда алмайды деген бір сондай. Сол түсініктерді алып тастайтын едім. Қағаз болмаса да хотя бы білім жетелеп. Может сол кезде егерде мен уақытқа жіберетін болса, мен қазіргі сала режиссура болсын, көркем өнер, әдебиеттану, білмеймін, поэзия болсын, сол саланы зерттеп, сол қазіргі уақытқа дайындалар едім. Профессионалдық деңгейде ма? Сұхбатымыз аяқталды. Біздің бір айтылмай жүрген бір ойларыңыз бар ма өзіңіздің? Осы нәрсе айтылмай қалды, азамат, осыны айтып жіберейінші, осы моментті пайдаланып деген сияқты. Рэпке қатысты, хип-хопқа қатысты болсын, не айтылмай қалды деп ойлайсыз? Концертке байланысты. Енді білмеймін, қатты актуальны ма, не актуальны емес. Концертке байланысты бізге көп сұрақтар қояды кейде ше. Неге сіздер Ақтауға келмейсіздер? Неге Шымкентке келмейсіздер? Неге Астанаға келмейсіздер? Сіздерді концерттеріңіз қалаймыз деп. Шығат қайда деп. Иә, бірақ оны айтатын шағын ғана топта, адам аз. Біз ертең мысалы қара, арендаға 1 миллион теңгеге бір спортзалды алып, или там стадионды алып, концерт құрып, аппаратура, техниканы бәрін алып барып құратын болса, ол ақша ақталмай қалуы мүмкін.
ол халықтың бәрі келе береді деп келуіне сенім жоқ та, кепілдік жоқ. кепілдік жоқ, келмей қалуы мүмкін. Ол бір надо ли это деген бір сұрақтар келеді да. Концерт не үшін керек деген бір ой келеді кейдеші. Кейде мысалы вот соңғы концертімде, мен выступлениемде мен рэпті қоям деген бір ой келді. Биыл Құдай қаласа 40-қа келеді екен, мен рэпті қоям, Кино саласына қоштасам деп, кино саласына кетейін өйткені. Содан кейін бір выступлениенің кезінде бір қатты әсер алдым, өзім күтпеген. Халық қатты не істеп жіберді Алматы театрында. Прям ана айдың арқасында бір энергетика пайда болды да. И мен қолда жүргенде мен ана рэпті сахнада, мынау менікі ғой деп прям от души уже оқып кеткен кезім болды да. Бір кәдімгідей шабыт берді. Сол кезде ойланып қалдым, шынымен де может жинау керек пе екен, бірақ не керек сияқты. Қасымызға тағы да Райым сияқты тағы да басқа артистерді там кім бар қазір топта жүрген, солармен совместно жасау керек сияқты. Шоу керек, шоу керек. Все-таки шоу болмаса халық просто так бара салғысы келмейді. Енді шыны керек қой, мойындаймын, Жихадтың фанаттары өте узкий круг. Әр қалада бір ары кетсе бір 500 мың адам шығатын шығар. Сонда рэп саласына кеткіңіз келеді, ақша болмаған үшін ба? Не то что ақша болмаған үшін. Енді мынандай бір мәселе бар, жас буынға бір өзінің эстафетасын беріп қалдырып, красиво кетіп қалған дұрыс па екен. Анда болады ғой, мысалы өзімді сырттай көремін да, 40 жаста секеңдеп жүр, не текстін жатқа білмейді, күнде выступать ете бермей екен. Сахна қозғалысы ондай емес. Өйткені біз білеміз ғой, настоящий шоуда қалай жүреді, қозғалады. Ол бізге ақша келмеген соң біз постоянно сахнада емеспіз. Сахна қозғалысы бізде өз-өзін ұстау, харизма кетеді да, шыңдалмайды. Ол тренировка сияқты ғой, сен арандату дейсіз ғой. Тренировкаң постоянно болмаған соң сен не форме боласың, не форме болған соң сен ұсқынсыз көрінесің сахнада деген ой келді да. Енді прям андай не емес, ақшаға келмеген үшін емес. Жауапкершілік тұрғысынан, Өйткені жауапкершілік тұрғысынан сондай жауап келеді да. Либо былай альбом жазып отыру керек, жылына бір альбом, бірақ шығарып қоясың да, халық өзі тыңдайтындар тыңдап, жаңа саундтрекке алатындар саундтрекке алып жатыр ғой, сол сияқты. Но мен қазір талап етіп жатырмын. Мысалы, маған қазір кинодан ұсыныстар келеді. Брат, на трегіңді алайыншы, маған осы тақырыпты қозғағым келеді да. Мына трегіңді алайыншы, маған кинома жақсы келіп тұр еді, анау. Жақсы, давай, қанша төлейсің деген бір әрең сұрайсың ғой. Ақша төлегенде біз оған ақша есептемеп едік, анау деді. Хотя білесің да, киноға мысалы 150 мың, 200 миллион кетеді да. Жоспар бар оның. Киноға, музыкаға келген кезде сені андай жетімнің бір баласы сияқты саған анда ақша бөлінбеген. И қазіргі таңда продюсерлерге айтқым келетіні, алдында кім айтып кетті ғой, таптым ау сенің Қазбек Құрайш. Тоже осы тақырып көтерілді ғой. Киношниктар міндетті түрде музыканттарға ақша төлеу керек. Бұл нағыз профессионалдардың ісі. Профессионализм болу керек қой, негізі сенің біреудің еңбегін бағалау керек. Яғни художник, суретшінің картинасын бағалау керек. Сол сияқты музыканттың музыкасын бағалау. Бұл жерде бір кнопканы баса салып шығара салмайды оны, или дауысын жазып не істей салмайсың. Бұл жерде текст жазылады, музыка ритм жазылады, музыка аранжировкасы бар, мастеринг бар, сен баруың бар студияға, ойланасың, пісіресің. И кинодан ешқай жері кем емес. Музыканттар әлемді мойындатты, киношниктар мойындатты ма? Жоқ. Так что музыканттар біз алда келе жатырмыз киношниктарға қарағанда. Қысқасы музыкаларыңыз сатылады. Сатып алыну керек. Еңбек ақы, яғни бағалану керек біріншіден. Бағалану керек. Сол бағаға байланысты тиесілі сома төлену керек. И сол ақшаға ол жоқ дегенде семасын, студиясын, жабдықтарын алу керек, киімін алу керек. Выступлениеге мысалы, сен көшеде киім киіп бармайсың ғой, киіммен, киім аласың. Өйткені әдемі болып көріну керек. Әр нәрсенің орны бар дейсіз ба? Әр нәрсенің орны бар да. И сол үшін мен қазір продюсерлерге айтып отырмын. Жігіттер, мен өзім сөйлеспеймін, өйткені мен киношниктер бәрі достарым. Бәрі маған звондайды, Назар, бауырым, анау. Мен еще жұмсақ, мен сатылғым келмейді да. Мен либо бұл тегін дүние, ол үлкен нәрсе болады, не ақшасы бешін болу керек.
сол үшін менде қазір концертный директор бар, менеджерім бар, соған сөйлесесің. Жоқ өзіңмен сөйлесейікші, анау мынау дейді де, қорқады. Біледі да, ол менімен тегін сөйлесе алады, аналармен. Жоқ, негізі профессионал болу керек. Әркімнің жұмысы өзі оның. Мысалы киношникқа айтпайсың. Мысалы біз бүйтпейміз қара. Давай біз кинотеатрға 500 теңгеге кірейік деп айтпаймыз ғой. 2,5 мың теңге ма или 3 мың теңге ма, соны төлейсің де кіресің кинотеатрға. Кез келген киноға. Кассаға барасың. Иә. Знаешь, сол сатылым бар. Сол үшін сенің өнеріңді, киноңды бағалап жатырмыз, сол сияқты музыканттарды бағалау керек деп ойлаймын. Сол ең айтылатын нәрсе. Музыканттар ақша тапса, то же самое. Қазір көп қой, еңлік там Шиза бар, Джаманти, Таспай, енді молодежь қатты дамып келатыр да. Негізі өнерде жүргендер бәрі бай деп ойлайды. Көрермендер көбісі ойлайды, киношниктар, актерлар. Актерлар ең бейшара адамдар негізі. Кейде ойлайсың, актерді тастап, водитель болып или там, сен ойықтан көп ақша табасың да. Бүкіл алған айлық гонорарыңды есептесең 200-300 мың, ары кетсе 400 мың шығады, жылдыққа бөлетін болсаң. Жоқ, оңай емес, әншілерге де оңай емес. Мен қанша әнші достарым бар, кейде звондап, ақшалар тосылып барады, ақша беріш, қарызға жүдеп, хотя атаға ойма, жер жарады. Атағың бар, ақшаң жоқ демек. Шындықта бұл. Иә. Сол үшін бағалану керек. Музыканың өзінің бір энергетикасы болады, тем более. Кинода қатты әсер етеді ғой. Иә. Енді бірақ бір жағынан енді аш болғанда жақсы да, аштық өнерің мықты болуына әсер етеді, ықпал етеді. Бірақ енді кім біледі, ол ақша тауып жатса, ол одан сайын мотивациялар ма екен.